Үндістанда жауын жауып сел жүрді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Еліміздегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Үндістанда алапат тасқын болды. Қаза тапқандар бар. Бірнеше күн бойы толассыз жауған жаңбырдан өзендер арнасынан тасыған. Өткен айдан бері жаңбырлы маусымды бастан өткеріп жатыр. Содан бері табиғи апаттан 145 адам қаза тапқан. Экономикаға $100 миллион шығын келді. Үндістан астанасы Нью-Дели көшелері өзенге айналды. Қаланың жағалауға жақын аудандары мен жолдарды су басқан. Билік 24 мың тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Тасқыннан зардап шеккен аудандарда мектептер, колледждер мен жоғарғы оқу орындары уақытша жабылған. Тұрғындар кеңсеге бармай, үйден жұмыс істеуге мәжбүр. Менің бұл жерде тұрып жатқаныма 50 жылдан асты. Осыншама көп суды алғаш рет көрдім. 1978 жылы болған тасқын менің есімде қалыпты. Соны алапат дейтін. Алайда ол кезде жағдай дәл қазіргідей қиын болған жоқ. Делиде судың ағысын реттейтін құрал істен шықты. Кешеден бері өзен суы қаланың ішіне ағып жатыр. Үлкен дағдарысқа келді. Жағдайды 3-4 сағатта бақылауға алуға тырысамыз. Сол үшін арнайы топ құрдық. Осы және өзге де жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер.